Мемлекет құраушы институттардың бірі отбасы. Мемлекеттің құлдырауы да отбасы институтының құлдырауымен басталады. Өкінішке қарай, Қазақстан әлемде ажырасу бойынша екінші орында тұр. Шаңырақтар шайқалып, отбасылардың ойран болуына түрлі факторлар әсер етеді. Бұлардың ішінде діни факторлардың да барын жоққа шығара алмаймыз. Соңғы кездерде елімізде кейбір жат діни ағым өкілдерінің кәмелетке толмаған жас қыздармен неке қиып, үйленіп алған фактілерді бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп біліп жатырмыз. Қызын кәмелеттік жасқа толмай тұрмысқа беретін отбасыларда діни деструктивті ағым өкілдері екені белгілі. Қазақстан Республикасының Конституциясының 27-ші бабына сәйкес неке және отбасы мемлекет қорғауында болады, және 18 жасқа толғанша баланы асырап алу ата-ананың міндеті тәрбиелеу. Яғни 18 жасқа толмаған, кәмелеттік жасқа толмаған азаматтар Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ата-анасының келісімімен ғана тұрады. Кәмелеттік жасқа толмағандығы үшін немесе кейбіреуінің екінші не үшінші әйелдікке тигендігі үшін мұндай отбасылар ахат бөлімінде заңды некеге тұра алмайды. Онсыз да конституциялық заң нормаларын мойындамайтын діни ағым өкілдері үшін бұл тіпті тиімді болмақ. Себебі мұндай адамдар заң алдында ешқандай жауапкершілік алмайтын болады. Ертеңгі күні ажырасып кетіп жатқан жағдайда сотқа жүгіну, алимент төлеу деген жауапкершіліктерден ада болады. Бұл өз кезегінде некеге, отбасылық өмірге де салмақтылықпен қарамау, салғырттық таныту болып табылады. Діни деструктивті ағым өкілдерінің некеге қатысты заң алдында ешқандай жауапкершілік сезінбегендіктен де талақ айтып, ажырасып кете салу фактілерді көптеп кездеседі. Бір рет ажырасқан қызды да өз араларында екінші, үшінші, төртінші әйелдікке алу жағдайлары аз емес. Осылайша өрімді жас қыздың тағдыры оп-оңай ойыншыққа айналып шыға келеді. Нәтижесінде қоғамда психологиялық соққы алған қаншама жесір, жарымжан болып өскен қаншама жетім қалады. Сондықтан да жат ағымдардың мұндай заңсыз әрекеттеріне жол бермеу әрбір ата-ананың, әрбір азаматтың міндеті. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңы бойынша еліміздегі неке, отбасы, ана, әке және бала мемлекеттің қорғауында болады. Ал бұл заңға қайшы әрекет отбасылық институтқа балта шабу болып саналады.